Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі біздің сурет бойынша тәжірибедегі тақырыбымыз менің аймағымдағы көрініс. Панорама моей местности. Менің өзімнің тұрғылықты жеріме байланысты менің айналамда осындай керемет табиғат бар. Сол себепті мен осы панораманы салайын деп шештім. Біз рамка ретінде қойып, одан кейін өзімізге ыңғайлы көріністі іздейміз. Қазіргі жағдайда мен осы көріністі рамка ретінде аламын. Енді біз өзіміздің этюдімізді бастаймыз. Этюд деген сөз қысқа мерзімде салынған сурет мағынасын береді. Ол үшін біз өзіміздің бейнемізді 3 бөлікке аламыз. Жаңағы панораманы біз көлденең таңдағандықтан форматымызды да көлденең орналастырамыз. Бізде ең биік нүкте болады, және де ең аласа нүкте. Оны белгілеп аламыз. Перспективаны көрсетеміз. Қысқартылу, және де біздің оң жағымызда мынандай жол жатыр. Оны да белгілеп аламыз. Негізгі бейнелерді белгілеп аламыз. Яғни менде мына жерде 3 ағаш, ең үлкен. Бұдан кейін мына жердегі өсімдіктер, және де перспективаға ұшырап бара жатқан жол. Болды. Осындай белгілеулер жасап аламыз. Енді нақтырақ суретін саламыз. Енді жобамен бұл композициялық орналастыру деп атайды. Композициямызда баланс болу үшін мен оң жақ жолға адам бейнесін орналастыруды шештім. Яғни бізде сол жақта ағаштар көбірек орналасқандықтан композициялық дисбаланс сол жаққа ауып кетіп тұр. Сол себепті композицияны түзу орналастыру үшін оң жаққа адам бейнесі арқылы тепе-теңдік жасаймыз. Негізгі набросогымызды салып болғаннан кейін, яғни міне біздің жолымыз оң жағымызда, сол жағымызда ағаштар және де шөп. Енді біз контрасттылы бейнелерді көрсетеміз. Мысалға мына жердегі ағаштарымыз сарғыш, мына жердегі орталық бейнеміз қара, мынау ақшыл, мынау ақшыл жасыл, мына шөптің мына жері сарғыш, мына жері қанық жасыл түс, және де жолдың түсі тағы басқа бір екенін белгілеп аламыз. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your hard-earned temptation, 'cause I know that you'll make it on your own.
Бүгінгі үйренгеніміз дұрыс панорама таңдай білу. Яғни ең тиімді, ең ыңғайлы көріністі ракурсты таңдай білу. Одан кейін дұрыс композициялық орналастыру жолдарын үйрену. Яғни дисбаланс, баланс дегеннен нені тепе-теңдік жасау жолдарын үйрендік. Одан басқа көлем көрсету жолдарын үйрендік. Көлем көрсету жолдары біз техникалы су бояу, акварельді қарындаштар, гуашь немесе майлы бояу арқылы жұмыстар жасадық. Бүгінгі сабағымыз мақсатына жетті деп есептеймін. Оның дәлелі сендердің жүктелген жұмыстарың. Сабаққа ынталарың зор болып қатысқандарың үшін рахмет. Келесі кездескенше